Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Нұрайым. Картофельный пюре мен гуляш жасаймыз. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Су қайнаған соң тазартылған картоптарымызды салып, тағы бір рет қайнатып, сонан соң астын жай отқа қойып, піскенше ұстаймыз суда. Алдын ала қыздырылған табағыңызға май құясыз. Май қызған соң етіңізді салып, қуырып аласыз. 5 минуттай ұстап, бұқтырып алсаңыз да болады. Сәбізімізді саламыз. Жуа және чеснок саламыз, барлығын жақсылап араластырып, қуырып аламыз. Қызанақтарды қостым, кішкене қуырып алдым. Сонан соң дәміне қарай тұз, бұрыш, дәмдеуіштер қостым. Сіздер де қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Екі ас қасық ұн қостым, шамалы қуырып алдым. Екі ас қасық соевый соус қостым. Тағамға өте ерекше дәм береді. Суымызды қосамыз. Соусы тағамның бетін жауып тұруы қажет. Молырақ қылып құйсаңыз болады, себебі қайнағанда су тартылады. Отымыздың астын ашып, салқын су болса қайнатып аламыз. Сосын жай отта 30 минут пісіріп аламыз. Картопты блендердің көмегімен жақсылап езіп алдым. Бір ас қасық сливочное масло қостым. Және сүт қостым. Қалауларыңыз бойынша барлығы. Осымен біздің тағамымыз дайын. Өте дәмді болып шықты. Соусы да керемет. Осындай болып шығу керек. Картопта өте нәзік болып шықты. Жасап көріңіздер, осы тағамда кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Нұрайым. Сау болыңыздар.